Сенің руыңда үлкен қасірет болған екен. Еркек кіндіктің барлығы ел қорғаймын деп соғысқа аттанып қырылып қалыпты. Ауылда әйел бала шаға ғана қалыпты. Сонда руға Ақай деген кісі ие болып қалған екен. Сендердің айтып жүрген Ақай аталарың негізі Ақай ана. Жұрт руларың әйелден тарат демесін деп ата деп кеткен екен. Біле білсең, сенің шежірең осындай. Ана? Қойыңыз ол, қалай ол? Бұл бола ма ғой? Қалай ол? Болмағанда. Бұл қазақ шежіресінде кездесе беретін нәрсе ғой. Сол Ақай анадан саған дейін қаншама ұрпақ тарады. Дәл сол сияқты сенің ұрпақ тарататын 7 бірдей қызың бар. Ұлды болмадым деп қапаланба. Құдай қызды дұрыс тәрбиелей алатын мықты еркекке ғана береді ғой.